мына түркмендер осы Маңғыстау түбегін жалпы жаулап алған ғой, бұлар жаулап алып, соны адайлар сыр бойында тұрады да, сосын қайтадан еліне келеді ғой. Еліне келгенде екі тайпа бір жаулаған екен Маңғыстауды. Теке, Жаумыт деген. Сосын бұлар Текеге көмек береді де, Текелер Жаумыттерді ығыстырады. Сонда жаңағы бұна түркмендер жылқыларын өтті ешкімге бермей қатты қадірлейді екен. Содан бір айғыр берген, сосын бір қыз берген екен. Адай жылқысы содан пайда болған дейді енді. Ол енді ұзақ селекциялық бір тұқым табу үшін 20-25 жыл кетеді. Бұны маған айтқан сол жақтағы үлкен бір ақсақал, сосын жергілікті өлкетанушы 1975 жылы айтты оны маған. Есбол Өмірбаев деген кісі. Сол не айтайын дегенім, сол адай жылқысы 18 ғасырдың бірінші ширегінде сол кездерде пайда болған.